Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика 1-ші сынып, 72-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы есептер шығару. Балалар, сабақты бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп кетуді ұмытпа. Олай болса, 1-ші тапсырма. Математика күнделікті өмірде. Балалар ел ішіне саяхат шығар алдында Қазақстанның қалалары туралы көбірек біліп алмақшы болды. Мына жерде Қазақстанның қалалары көрсетілген. Астана, Алматы, Ақтау, Ақтөбе деген секілді. Енді осы қалаларға байланысты есептерді орындайық. Есептерді шығар, оларды салыстыр, әр есепке оның қысқаша жазылуы мен сұлбасын таңда дейді. Бірінші есеп. Асы. Сырымға Қазақстанның 8 қаласының атауын жаттап алу тапсырылды. Ол 6 қаланың атауын жаттап алды. Нешеуі қалды дейді. Бұл есепке мына сұлба сәйкес келеді. Себебі жазылып тұр мына жерде тапсырылды 8 атау, жаттап алды 6 атау, қалды қанша атау дейді. Сызба түрінде қарайтын болсақ, барлығы міне 8, 6-ауын ол жаттап алған, қалғаны белгісіз. Табу үшін 8-ден 6-ны азайтамыз, тең 2 қалады. Әсінде Сырымға Қазақстан қалаларының атауын жаттап алу тапсырылды. Ол 6 қаланың атауын жаттап алды. 2 қаланың атауы қалды. Оған барлығы неше қаланың атауын жаттап алу тапсырылды дейді. Бұл есептің жазылуына мына сұлба сәйкес келеді. Тапсырылды, бізде басында тапсырылған қанша екенін айтып тұрған жоқ, сол себеп белгісіз дейміз. Жаттап алғаны 6 деп жазылды, қалды 2-і, яғни барлығы қанша екенін табуымыз керек. Ол үшін біздің есеп сұлбамыз мына түрде болады. Барлығы табу үшін 6-ға 2-ні қосамыз, 8-ге тең. Бысында Сырымға Қазақстанның 8 қаласының атауын жаттап алу тапсырылды. Егер ол әлі 2 қаланың атауын жаттау керек болса, онда ол нешеуін жаттап алған дейді. Бұл есептің жазылуына мына сұлба сәйкес келеді. Тапсырылғаны 8 екені белгілі, жаттап алғаны қанша екені белгісіз, 2-і 2 атау қалғанын біз біліп тұрмыз. Олай болса 8-ден 2-ні азайтамыз, сол кезде 6 шығады. Яғни бұл есепке 3-ші сызба сәйкес. Өзіндік жұмыс 2-ші тапсырма. Есептерді оқы, есептердің шешуін жаз дейді. Бірінші асында ұзындығы 60 см таспадан бірнеше сантиметр қиып алынды, онда тағы 20 см таспа қалды. Неше сантиметр таспа қиып алынды деген есеп берілген. Осы есептің қысқаша жазылуын, яғни шартын және сұлбасын сызып көрсетейік. Шартында болды 60 см, қиып алынды, белгісіз, қалды 20 см. Сұлба мына түрінде болады. Жауабы, яғни шешуін табу үшін біз 60-тан 20-ны азайтамыз, ол 40 см-ге тең. Жауабы 40 см қиып алынды деген сөз. Әсін шығарайық. Дәл осы есеп, бірақ сұрағын өзгертеміз. Таспадан 40 см қиып алынды, онда тағы 20 см таспа қалды. Таспаның ұзындығы қандай болған? Болды белгісіз, міне сұлбасы көрсетіліп тұр. Қиып алынды 40, қалды 20. Барлығын табу үшін біз 40-қа 20-ны қосамыз, 60 см. Таспаның ұзындығы 60 см деп жауабын жазамыз. Енді бұсы, ұзындығы 60 см таспадан 20 см қиып алынды, неше сантиметр таспа қалды дейді. Болды 60 см қиып алынды, 40 қалды, белгісіз. Бұл жерде 60-тан 40-ны азайтамыз, 20 см. Жауабы 20 см таспа қалды деп жазамыз. Жұптық жұмыс, бұл 3-ші тапсырма, қосынды және айырма жаз, олардың мәнін тап, қалай тексеру керектігін түсіндір дейді. Бірінші бізде қосылғыштарға байланысты өрнек құрастыру керек, яғни 2 түрлі кесте берілген. Біріншіне қосылғыш, қосынды бойынша өрнек құрастырамыз, екінші азайтқыш, яғни айырма бойынша өрнек құрастырамыз. Қосылғыш, қосындының мәні, яғни 40-қа 30-ды қосамыз, 70-ге тең. Келесі 20-ға 80-ді қосамыз, 100-ге тең. Азайғыш және азайтқыш және айырманың мәнін табу үшін 90-нан 30-ды азайтамыз, 60 болады, 60-дан 50-ді азайтамыз, 10 болады. Қалай тексеру керек? Біз қосылғышты айырмамен, айырманы қосылғышпен тексереміз. Яғни, мына жерде 40 қосылған 30 тең 70 дегенді тексеру үшін 70-тен 30-ды азайтамыз, тең 40 болады. Немесе 70-тен 40-ды азайтамыз, тең 30 болады.
Енді айырманы тексеру үшін біз 90 азайту 30 тең 60 дегенді қосумен тексереміз. 60-ға 30-ды қосамыз, 90 болады. Және төртінші тапсырма карточкалардан сан таңда қосу мен азайтуға мысалдар құрастыр дейді. Бізге мынадай сандар берілген 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деген. Осы сандарды ғана қолданып қосуға және айырмаға өрнектер құрастырамыз. Және оның құрамында тек осы жерде көрсетілген сандар болуы керек. Мысалы, бірнешеуін көрсетейін. Біріншісінде мына жақтан төртеуін аламыз, 4 және 3 деген цифрды аламыз, яғни 4-ке 3-ті қосамыз, 7 деген цифрды жазамыз. 4 қосу 3 тең 7. Енді айырмаға байланысты 8-ді қойдық және 4-ті қойдық. 8 азайтылған 4 тең 4. Немесе келесі 2 қосылған 6 тең 8, 5 азайты 3 тең 2 деп те жазуға болады. Яғни мына жерде тұрған кез келген санды қолдану арқылы қосуға және айырмаға мысалдар құрастыра берсең болады. Осымен бүгінгі берілген барлық тапсырмалар аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.